1 наурыз алғыс айту күніне орай Шты 19-да бір тобы шет тілі пәні мұғалімдеріне алғысымызды білдіреміз. Ұстаз ұлы тұлға, ал ұстаздың еңбегі өлшеусіз, баға жетпес құндылық. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы демекші, үлкен өмірге жол сілтеген жандарға құрмет қашанда жоғары. Шәкірттеріне аса мейірімді, сөзіне берік, жүрегі батыр, өнеге сасыл, жаны жомарт, пейілі дарқан, ерен еңбекшіл, байламы берік, ойы өткір ұстаздарға мың алғыс. Ұстаз ұлағатты есім. Шәкірттерін білім нәрмен сусындатып, тәлім тәрбие беру, жақсы қасиеттерді бойына дартып, адамгершілік рухта бағыт бағдар беруде ұстаздың еңбегі зор. Ұстаздар жайында халқымыздың ұлы батыры Бауыржан Момышұлы былай деген: ұстаздық ұлы құрмет. Себебі ұрпақтарды ұстаз тәрбиелейді. Болашақтың басшысында, данасында, ғалымында, еңбекқор егіншісінде, кеншісінде ұстаз өсіреді. Өмірге ұрпақ берген аналарды қалай ардақтасақ, сол ұрпақты тәрбиелейтін ұстаздарды да солай ардақтауға міндеттіміз. Және ұстаздарымызға алғысымыз шексіз. Шет тілі пәнінен беретін мұғалімдерге тәуелсіз қазақ елінің дамуына қосып келе жатқан еңбектеріңіз үшін шексіз алғыс білдіреміз. Қоғам мен адамзат алдындағы өлшеусіз еңбектеріңізді ескере отырып, сіздерге өскелең ұрпақ тәрбиелеудегі өрелі жұмыстар мен мемлекеттің гүлденуі жолындағы абыройлы істеріңізге толымды табыс тілеймін. Қызығы мен шыжығы қатар жүретін ұстаздық жолдарыңыз тек өлу мен өсуге бастасын.